Сәлем қыздар, бұл мега торты. Өте күшті, бір істегеннен мінсіз болып шығады. Сіздер де істеп көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен маған комментарий жазып, лайк басып, және міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіздер. Қазір мега тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар банан. Банан міндетті түрде қажет болады. Арасына корждардың арасына саламыз. Және ұнды електен өткіземіз. Міндетті түрде қыздар мүмкіндігінше мынандай майлылығы жоғары 2,5% лактель қолдансаңыздар, корждарыңыз өте әдемі тамаша шығады. Суды, сүтті және сары майды, қантымызды, тұзды салып, осылай газдың үстіне сары майымыз ерігенше тұзға тұратын болады. Үстіне ұнды салып, газдың үстінде араластырып аламыз. Бөліп. Осылай біздің қамырымыз газдың үстінде дайын болады, піседі. Бөлек ыдысымызға осылай салып аламыз. Қамырымыз ыстық болғандықтан миксермен кішкене араластырып жібереміз. Қамырымыз ыстық болғандықтан жұмыртқамызды екеу-екеуден саламыз да миксермен тез айналдырып смесімізді дайындаймыз. Міне торттың қамыры смес дайын. Енді осыны пергамент қағазының үстіне кольцоны қойып, және осындай кондитер мешокқа құйып сместі мынаның ішіне салатын боламыз. Міне осылай пергамент қағазына құйып алды. Енді дайын пешке пісіре береміз. Менде корждары дайын торттың, осылай 3 штук шығады. Торттың бетіне ганашын істейміз. Екі түрлі шоколад қажет болады, молочный және қара шоколад қажет. Осылай водяной баняда ертуге болады, болмаса микроволновкада ертесте ыңғайларыңызға қарай. Толық ерігенше осылай араластырып тұрыңыздар, әйтпесе астына жабысып қалады. Міне толық еріп болды. Енді шоколадымызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Міне шоколадымды бөлек ыдысқа құйып алдым, және бетін осылай салафанмен жауып қойдым. Енді осыны 2-3 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Енді тортымызға крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки және творожный сыр, сахарный пудра, осы үшеуін қосып крем жасаймыз. Біздің креміміз дайын. Осындай кремім дайын, және мен осындай арнайы кондитер мешокқа салып, басына насадка қойып, осылай жағатын боламын. Барды кольцода жинап жатырмын. Астына подложка қойып, және кремім дайын. Енді осының ішіне құйып шығатын боламын. Әр слой арасына банандар салынады. Енді тортымызды жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Ганашты холодильниктен алып болған соң, осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. Холодильниктен жарты сағат болды, алып шықтым коржды. Енді шоколадты ганашымызды мешокқа құйып, бетіне жағатын боламын. Майларды қойып жатырмын. Сіздердің өз қалауларыңызша. Міне қыздар, торт дайын, мега торт. Сіздер де істеп көріңіздер. Және маған лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіздер.